Адамдардың көпшілігі акцияға ақша салу қауіпті. Одан да ол ақшаға үй алайын, көлік мінейін, тіпті болмаса банкке депозит ретінде салып қойайын деп ойлайды. Бірақ ақшаны қайда салсаңыз да оны жоғалту және құнсыздандырып алу қаупі барын ескермейді. Ал қолма-қол ақша ұстаған адамның есігін үнемі инфляция қағып тұратынын да ұмытпау қажет. Ал қор нарығындағы қатерді әйтеуір басқарып, оны алдын алуға болады. Уоррен Баффет инвестициялық қатер адам өзі не істеп жатқанын білмеуден тұрады деп айтқан екен. Бүгінгі видеода инвестициялық қауіп-қатерлер мен олардың алдын алу туралы айтамыз. Бұл Инвест, кеттік. Нарықтық қатерлер. Болжауға болмайтын факторлардың әсерінен қор нарығының құлдырауы, атақты қара аққулар, бағалы қағаздар құнының өзгеруіне келеді. Акция бағалары түсіп, ал инвестор портфельдері минусқа батады. Мысалы, әлемдік экономикаға елеулі сілкініс әкелген коронавирус пандемиясын айтуға болады. 2020 жылдың ақпан-наурыз айларында Boeing акциялары 73%-ға арзандаған. Немесе 20 жыл бұрын жарылған .com көпіршігі сияқты қаржылық дағдарыстарын да осы нарықтық қатерлерге қосуға болады. Осыдан кейін 2,5 жыл ішінде S&P 500 индексі 49%-ын жоғалтты. Мұндай жағдайда не істеу керек? Портфельді әртараптандырыңыз. Тек бір саланың немесе бір елдің ғана акцияларын ғана емес, түрлі салалар мен бір-бірінен алшақ компаниялармен портфеліңізді түрлендіріңіз. Тек облигация мен акциядан бөлек инвестициялық пай қорларына да назар салыңыз. Іскерлік қатерлер. Сіз акциясын сатып алған компания күтпеген жерден табысы төмендеп, тіпті банкрот болуы мүмкін. Осыдан кейін ондай компаниялардың акциялары құлдырап, инвесторлар күткен пайда түспей, акциялары құнсыз қағазға айналады. Бұған түрлі жағдайлар себеп болуы мүмкін. Мысалы, компания басшысы бір жерде орынсыз сөйлеп, репутациясына нұқсан келтіріп алса, бітті. Акциялары жарық жылдамдығымен төмен қарай құлдырайды. Мысалы, Илон Масктың Твиттеріндегі жазбасына қарай, Tesla акциялары кейде өсіп, кейде түсіп тұрады. Мұндай жағдайда не істеу керек? Бір компанияға емес, салалық FXIT, FXES, елдерге, FXUS, FXCN немесе көп елдік индекстерге, FXWO, FXDM инвестициялау арқылы инвестициялық портфельді мүмкіндігінше әртараптандырыңыз. Бұл қорлардың әрқайсысы жүздеген компаниялардың акцияларын қамтиды. Оларды біріктіру арқылы сіз барлық дамыған және дамып келе жатқан экономикаларға бір уақытта инвестиция саласыз. Және бір компанияға инвестициялаумен байланысты қауіп-қатерді азайтасыз. Салалық қатерлер. Экономикадағы салалар циклді түрде дамиды. Бір саладағы компаниялар акцияларының құны экономикалық, саяси, инновациялық және басқа факторлардың әсерінен өсуі де төмендеуі де мүмкін. Мысалы, пандемия кезінде фармацевтикалық компаниялардың акциясы аспандап кетті. Ал әуе тасымалдаушылары мен туризммен айналысатын компаниялар үшін ең ауыр кезең болды. Мысалы, Carnival әлемдегі ең ірі круиздік операторлардың акциялары бір жылда $60-дан $12 дейін төмендеді. Компания жаңа турларды сата алмаумен және кірістік төмендеумен ғана емес, сонымен қатар туристердің сатып алған билеттерді тапсырып, ақшасын қайтаруын талап етті. Бұл жағдайда да түрлі салаларды қамтыған инвестициялық пай қорларын жақсы көмекке келеді. Егер ертең қайтадан локдаун күшейсе, сіздің қордағы әуе тасымалы, туризмге жақын компаниялардың акциясы арзандағанымен, медицина, дәрі-дәрмекпен айналысатын компаниялар жақсы табыс алып келуі мүмкін. Саяси тұрақсыздық. Санкциялар саяси бағыттың өзгеруі салдарынан сіз сатып алған акциялар бағасы арзандап кетуі мүмкін. Мысалы, Ресей Украинаға қарсы басталған арнайы әскери операциясынан кейін барлық ресейлік компаниялар батыс елдерінің санкцияларына ұшырап, активтері бұғатталды. Ал Сбербанк, Яндекс секілді ірі корпорациялардың акциялары өте жаман құлдырап кетті. Тек ресейлік компаниялардың акцияларына ақша салғандар үшін бұл өте ауыр жағдай болып саналады. Өйткені акция бағалары 4-5 еселеп түсіп кетті. Не істеу керек? Портфеліңізді бірнеше ел компанияларының акциясымен әртараптандырыңыз. Ел бойынша әртараптандыру. Жусан Инвест арқылы Аброй, Harmony, достар секілді түрлі елдермен қамтылған пай қорларына инвестиция жасау арқылы геосаяси қатерлерден өзіңізді сәтті қорғайсыз. Достар, осымен бүгінгі видео тәмам. Бүгінгі айтылған кеңестерді ескеріп, портфеліңізді түрлі жағдайлардан аман алып шығатын қорғаныс жолдарын қарастырыңыз. Лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.